Короче, барлықтарына ассалаумағалейкум. Бүгінгі біздің айтатын тема не үшін успешный адамдар успешный. Вроде бүйтіп қарап тұрсаң, олар да адамдар, біз де адамбыз. Айырмашылығы не деген сұрақ туады да. Олардың денсаулығы тура біздің денсаулығымыз, жүрек тура біздің жүрек, ми тура біздің ми деген сияқты. Біз бұл жерде айта аламыз қазір, біздің ми олардың миына қарағанда кішкене слабыйлау, біз олар сияқты ойлана алмаймыз депші. Но осы жерде уже қателік кетеді. Осы ойдың қазір не үшін қате екенін мен сендерге түсіндіріп берейін. Қараңдар, бұл әлем, өмір, бұл өмірді зерттеуге болады. Бұл өмірді зерттеуге болады. Даже сен қате зерттегеннің өзінде ол зерттеу болып саналады да. Вот мысал ретінде келістіріп берейін. Математикадан саған сұрақ қойды. Там типа бір есеп берді да, осының там білмеймін енді, есеп па, геометрический бір бәле ма, саған гипотенузасын тап дей ма, білмеймін, дискриминантын тап дей ма, ауданын тап дей ма, әйтеуір саған сұрақ берілді сондай. Сен тұрасың да бүйтіп ойланып көресің, шамаң жетсе де жетпесе де анан әйтеуір бір бәле істеп, міне есебін шығардым, мынау былай дейсің да, апарып бересің. Даже ол сенің істегенің қате болғанның өзінде сен оны зерттедің ғой, дұрыс па? Сен зерттедің, өзің шамаң келгенше істеп бердің. Значит, бұл зерттеуге саналады, И бұл әлемде даже жоқ нәрсенің өзін зерттеуге болады да. Там тағдыр бар ма, жоқ па, көп резонанс болып кететін сұрақтар, там сен Құдайға сенесің ба, Құдайдың барына сенесің ба, жоқ па, оны ешкім білмейді да, бар ма, жоқ па. Ол сөйтіп жазылған деп айтады. Біреулер былай дейді, біреулер былай дейді, ешкім ештеңені білмейді. В общем, мен айтқым келіп тұрғаны, даже бұл әлемде 100% бар деп айта алмайтын нәрсенің өзін зерттеуге болады. В общем, біз түсіндік, что зерттеуге, любой нәрсені зерттеуге болатынын. Енді сұрақ, сендерге 5 сыныптың математикасын берді, физикасын берді. Сендерге айтады, осының бәрін зерттеп шық, білімін ал дейді. Сендер бәрін зерттеп шығасыңдар, білімін аласыңдар. Сендердің білім деңгейлерің қандай болады? Зерттеу деңгейлерің егер де 100% болса, сендердің білім деңгейлерің 5 сыныптың математикасына сәйкес келеді. Сендерге 6 сыныптың математикасын берсе, сендер уже оны шығарамайсыңдар. Өйткені сендердің білімдерің жаңағы 5 сыныптың математикасын зерттегенмен бірдей болып тұр да. Сен дальше не можешь уже, потому что сен 6 сыныптыкін зерттеген жоқсың әлі. Получается, бұл жерден шығатын қорытынды, сенің істеген жұмысың, зерттеген жұмысың равномерно тең болады сенің біліміңе. Енді қараңдар, успешный адамдардың неліктен успешный екені осы жерден нақты уже айта саламыз. Спокойно айта саламыз. Неліктен? Өйткені олар көп жұмыс істейді, көп зерттейді, түсіндіңдер ма? Мысалы қараңдар, бизнесменді алайық. Бизнесменнің состояниясы $5 миллион дейік. Сұрақ қоямыз, не үшін оның состояниясы $5 миллион? Өйткені ол $5 миллион табуды біледі, дұрыс па? Не үшін ол $5 миллион табуды біледі? Өйткені ол соншалықты білімі бар оның $5 миллион табатындай. Не үшін оның соншалықты білімі бар? Өйткені ол соншалықты зерттеген, понимаете? Мысалы, саған келеді да, маған $5 миллион тауып берші десе, сен тұрасың да, білмеймін дейсің ғой, қума мен, қаяқтан білемін $5 миллион табу керектен, қаяқтан білемін мен, өмірімде көрмеген ақша. Не үшін Илон Масктың состояниясы $800 миллиард? Өйткені оның білім деңгейі $800 миллиард сәйкес келеді. Ол білет қалай $800 миллиард капитализация құру керек екенін, қалай табу керек екенін. Неліктен? Өйткені ол соншалықты зерттеген оны. Түсіндіңдер деп ойлаймын. Қазандай умниктар шықпасын, не үшін сенде $5 миллион или $800 миллиард жоқ, не үшін ондай әңгіме айтып отырсың дегенде. Өйткені менде ондай білім жоқ, ондай ақша табатын. Илон Маскта бар ондай ақша табатын білім. Менде ондай білім жоқ. Не үшін? Өйткені мен оны зерттемеген, ондай ақша табатын. Білмеймін қалай табатын. Нақты қорытындылап, қысқашалап, түсінікті қылып айтатын болсақ, сен қаншалықты көп жұмыс жасайсың, қаншалықты көп зерттейсің, бір жұмысты, білмеймін, өзің не істеген келіп жүр, сол нәрсені сен өзіңнің жолыңды, баратын жолыңды қаншалықты зерттейсің, қаншалықты білім аласың, сенің результатың соншалықты саған результат келеді анаяқтан. Бұл басқа ешқандай магический таблетка, дым жоқ. Олардың миы басқаша жұмыс істейді, біз көрмейтін нәрселерді көреді.
біз ойламайтын нәрселерді ойлайды. Конечно, ойламайтын нәрселерді ойлайды, өйткені олар соншалықты білім алған. Оның біліміне біздің біліміміз жетпейді. Сондықтан олар сондай не көреді. Сондай нәрселерді ойлайды, біз ойламайтын нәрселерді ойлайды. Түсінікті деп ойлаймын. Сол үшін бір жұмыс бастаған кезде, бір бәле істеп бастаған кезде 2 рет істей салып, результат болмаса қоя салып, 5 рет істей салып, результат болмаса қоя салып деген әңгіме жұмыс істемейді. Сен, конечно, ол жақтан ешқандай результат алмайсың из-за того, что сен білмейсің не бар екенін ар жақта. Сенің білімің мынандай болады да, екі попытка істегеннен, 5 попытка істегеннен білімің мынандай болып тұрады да, сен білмейтін мынандай нәрсе бар. Мына нәрсені алу үшін сен 100 рет, 500 рет бір бәлені көру керексің да, сен білім деңгейің мынаны бәрін қамту үшінші. Сен нақты 2 рет, 5 рет істей саласың да, білім деңгейің мынандай бір бәле, ой болмайды екен дейсің да, қайта саласың. Түсінікті деп ойлаймын. Короче, егер өздеріңе сенсеңдер, до конца надо топить, до конца жұмыс істеу керек, и қарау керек, ақылға салу керек. Осындай менің істеп жатқанымды біреу уже істеп қойды ма? Ол адам қазір өмірде жоқ болса, бұрындары қандай адам істеді, там 19 ғасыр, 18 ғасыр, 20 ғасырда қандай адам істеді? Сол нәрсені істеген адам болса, значит, это работает. Өйткені бұл әлемге оны уже бір адам әкеліп қойды да, жұмыс істеткізіп көрді, ол істеді, істеп кетті. Значит, сен қазір оны істесең, ол тоже істейді деген тема. Бірақ та тоже актуальностьқа қарау керек, ақыл қосу керек, неше түрлі анализ жасау керек, план жасау керек, өзіңе сену керек и до конца топить ету керек қой. Болды, осылай істейсіңдер. Давайте, удачи. Егер де осындай тема қызық болса, астында Telegram, Instagram кіріп көрсеңдер болады.